Қаратау қаласы түрлене бастады. Себебі биыл қала көрік үшін бюджеттен 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінген болатын. Оған 84 жоба іске асырылып аяқталуға жақын. Мәселен, сан жыл бойы бітеліп қалған суағарлар ауыстырылып жатыр. 16 көшенің арықтары толықтай жаңартылып, бас аяғы 12 шақырым қамтылуда. Осы жұмыстардың өзіне 100-ден аса адам жұмыспен қамтылған екен. Барлық трубалардың бәрі бітеліп қалған. Соны біз бәрін ауыстырып жатырмыз. Бәрін қамтып жатырмыз. Талас ауданынан жұмыспен қамту орталығынан 70-тен аса адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Айлықтары 85 мыңнан жоғары барлығының. Мемлекеттік бағдарлама аясында аудан орталығында 34 аула толықтай жөнделіп жатыр. Сонымен қоса мердігерлер тарапынан да көмек көрсетіліп, тозығы жеткен тұрғын үй аулаларына балалар алаңшасы салынып берілуде. Соның есебінен қала қазір құлпырып келеді. Бөлім тарапынан бізде белгіленген 84 жобаға 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Оның ішінде аулаларды жөндеуге 34 нысан, жарықтандыру 12 нысан, және аулаларды ауыстыруға 16 нысан. Одан бөлек, оның ішінде бізде 2 жатақхананың ИКИ дейді, ішкі инженерлік жұмыстары, 2 жатақхананың 3-ші, 4-ші жатақхананың және 4-ші жатақхананың құрылысы. Қаратаудағы қызу құрылыс жұмыстары қазан айының ішінде толықтай бітпек. Әкімдік өкілдері жұмыстың сапасына баса көңіл аударып отырғандарын айтады. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Тараз 24, Талас ауданынан.